Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сандық мейрамханасына келген әрбір қонақ тапсырыс беретін хит бауырсақ, ірімшік бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Ал бисмиллах деп бастайық. Рецепті өте қарапайым. Бізге 200 мл жылы сүт қажет болады, 100 мл жылы су қажет, 1,5 ас қасық қант қосамыз, 1 шай қасық құрғақ ашытқы қосамыз. 50 грамм ерітілген сары май қажет болады. Ерітілген сары майдың жылы болуына, тым ыстық болмауына көңіл аударыңыз, себебі тым ыстық болса, біздің ашытқымыз күйіп қалып, ары қарай қамыр көтерілмей қалу қаупі бар. Енді ұнымыздың жартысын қосамыз. Осындай силиконды күрекшемен араластырғаны өте ыңғайлы. Және де 1 шай қасық тұзымызды қосып жібереміз. Осындай ашытқылы қамырға тұзды әрдайым онымен бірге ең соңында қосқан дұрыс, себебі тұз ашытқының жұмысын бәсеңдетеді. Кәсіби аспаздар тұз ашытқыны өлтіреді деп те айтып жатады. Тұзды бастапқыда ашытқымен, қантпен қосып жіберсеңіз, қамырыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Ұнымыздың қалған екінші бөлігін қосып, ары қарай қолымызбен жұмсақ қамыр елейміз. Әрине, мен бұл рецепті ойдан шығармадым. Сандық мейрамханасының шеф аспазы бір бағдарламаға интервью берген кезде осы рецептпен бөліскен болатын. Қамырыңыз жақсы көтерілу үшін біріншіден ашытқының мерзімінің өтіп кетпегеніне көңіл аударыңыз. Екіншіден барлық ингредиенттер жылы болу керек. Қосылатын сүт, су, тіпті ұныңызға дейін жылы болу керек. Кейбір кісілер ұнды салқын жерде сақтап жатады. Сол кезде үйге кіргізіп жылытып алған жөн. Әрине, бұл қамырға су қоспай, тек таза сүтке елесеңіз, одан сайын дәмді болады. 1 ас қасық сұйық майды қамырымыздың жан-жағына жағып қоямыз. Сонда көтерілген қамыр ыдысымыздан оңай алынатын болады. Қамырымыздың бетін осындай пакетпен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге көтерілуге жібереміз. Келесі кезекте қызыл ірімшікті 1,5-2 сантиметр етіп, 4 бұрышты етіп турап дайындап қоямыз. Сізде формасын ұстамайтын үгітілген түрі болса, оны да қолдануға болады. Тіпті кейбір кафелерде көрдім, кәдімгі ақ ірімшікке қант қосып, осы бауырсақтың ішіне салып жүр. Қамырымыз көтерілді, әдеттегідей аз ғана ұн себелей отырып, шамамен қалыңдығы 0,5 сантиметр етіп жаямыз. Барлық жерінде қалыңдығы бірдей болғаны жақсы, ол үшін байыппен оқтауымызды қатты баспай жаямыз. Қазақша каналымның дамуына үлесіңізді қосып, видеоға лайк басып, кез келген пікір қалдыруыңызды сұраймын. Каналға әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып тіркеліңіз. Бұйырса жақын арада пайдалы сізге қажетті рецепттер болады. Мына дөңгелек форманың диаметрі 5-6 сантиметр. Меніңше ірімшік бауырсақ үшін ең ыңғайлы өлшем. Ең қызық сәтке де келіп жеттік. Енді ірімшігімізді осы қамырымыздың ортасына орналастырып, домалақ етіп түйеміз. Кейін қолымызбен осылай дөңгелектеп жібереміз. Айтып өткенде қызыл ірімшікпен қоса, ақ ірімшікті де қолдансаңыз болады. Дегенмен сандық ресторанында дәл осы қызыл ірімшікті осылай 4 бұрышты етіп ортасына салады. Түйілген бауырсақтарымызды бірден пісірмейміз, міндетті түрде 10-15 минутқа ауа өтпейтіндей етіп, бетін жауып, жылы жерге сәл ғана көтерілгенге дейін қалдыру керек. Майымызды орташа отта қыздырамыз, осылай араластыра отырып, көп майға пісірсеңіз, әдемі дөңгелек болып піседі. Алтын түстес бауырсақтарымыз дайын. Өзіңізге және қонақтарға дайындап оларды таң қалдырыңыз. Бал қаймақпен ұсынсаңыз тіптен керемет. Дәмі тіл үйіреді, іші толықтай пісіп шығады. Көп рецепттерде бауырсақтың дәмі булочканың дәміне ұқсап кетеді. Өйткені құрамына жұмыртқа қосады, майонез қосады. Ал маған осындай хрустящий бауырсақ ұнайды. Менімше нағыз бауырсақтың дәмі осындай болу керек. Рецепт ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде дайындаңыздар. Жаңа видеоларда жүздескенше.